Армысыздар, құрметті көрермендер. Соңғы орын алып жатқан жағдайларға қарап, алда не болатын түсіну қиындап кеткені рас. Өз еліміздегі менмін деген көріпкелдерден хабар болмаған соң, көрші елдердегі, атап айтар болсақ, Украина мен Ресейдің танымал көріпкелдерінің көріпкелдік болжамдарын назарларыңызға ұсынуды жөн санадық. Танымал көріпкел Людмила келер жыл Ресей Федерациясы үшін ақырзаманмен бірдей болады дейді. 2023 жыл Ресей Федерациясы үшін өте ауыр кезең болады деп сөзін бастады танымал көріпкел. Орыс елінде оны құлдырата түсетін жағдайлар күн санап орын ала береді. Мен тіпті келер жыл бастала сала, олардың әрбір күні ақырзаманмен тең болады деп айта аламын. Путиннің орнына басқа танымал адам келеді, бірақ оның ниеті Путиннен таза емес. Бәлкім Путиннің өзі қойып кеткен адам болуы да мүмкін. Жаңа басшы Европаға қосылып, даму, елді көтеріп өркендету жағына құлшынысты болмайды. Елді құрдымға кетіре береді. Келер жылы доллар бағасы қатты шарықтап кетеді. Өте ауыр экономикалық дағдарыс басталады. 2023-2024 жылдар аралығында Ресейдің бірнеше қаласы Ресей Федерациясының құрамынан шығып кетуі мүмкін. Бұл елде ішкі соғыс, яғни азаматтық соғыс оты тұтанады деді көріпкел. Ал Путиннің өліміне қатысты ол былай дейді. Ол ертең өледі деп айта алмаймын, бірақ оны өлтіру үшін бірнеше әрекеттер жасалады. Ол адам қолынан қаза табады деп өз сөзін қорытындылады белгілі көріпкел Людмила. Битва экстрасенсов көріпкелдер байқауының 2 мәрте жеңімпазы Хаял Алекперовтың болжамдары. Хаял соғысты бастаған Путин өз басын міндетті түрде жұтады дейді. Осы орайда қарындасымның көрген аян түсі жайында айтып берсем. Қарындасым да көріпкел. Ол да битва экстрасенсов көріпкелдер байқауына қатысқан. Соғыс басталмай 12 күн бұрын түсінде қанға боялған пышақты көреді. Қарындасым бұл көрген түсін маған жорытты. Сол күннен бастап мен дұға еттім. Мазам қашты. Содан түсімде соғыстың басталатынын көрдім. Ақпанның 20-сында қарындасымды үйіне қайтарып жібердім. Ал 4 күннен кейін соғыс басталып кетті. Сол жағдайдан бері аян түстерді жиі көріп келемін. Путиннің азапты өліммен өлетінін көрдім. Ол өз-өзін өлтіру мүмкін дейді көріпкел. Ал соғыстың бітер уақытын келер жылдың көктемінде деп тұспалдады белгілі көріпкел. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.